Өшірет Ya нешінші тұрады қойылып отқан? Мұны үшінші тұрады қолдас қарам. Шартлама бүгін? Мұны шортлады не тұрады? Кетеді. Ал бір айнада өшіретке тетратқа жазылып отырғанlar бүгін тетратлар шыртылады, ал парша-парша болады. Мемлекеттік қызмет көрсету орайының алдындамыз, яғни айтқанда халық тілінде бір айна. Сол бір айнаға келіп, правасын алу халыққа жүзі қиыншылық тудырып жатыр. Келіп, аяғы тозып отқандар үшін праваны аңсат алу жолын үйретеміз. Қазір мен айтқан приглашениеге кіреміз, һәм мен айтқан районларға барып, өзіңіздің праваңызды алсаңыз болады. Бұл приглашение сіз тізімде барсыз ба, жоқсыз ба, соны анықтап береді. Майкопқа кіреміз. Қызмет көрсетіш. Транспортқа кірдік. Үшінші пайдашылық Айдаушылық guvohnoma rasmiylashtirish, xizmatdan foydalanish. Yangi haydovchi, toza shopir. Keyingi bosdik. Shu yerga to'ldirатын zatlarni to'ldiramiz. Hujjat, biometrik pasport ya pasportning ustida kirgizing deydi. Kirgizasiz. Keyin kangs chiqadi. Undan keyin Qoraqalpog'iston Respublikasini bosamiz. Tanlang. Nukus shahri. Bastık. Ondan keyin ko'rib turasizlar, mana shu yozuvlarning yuqorisidan bosasiz. O'zbekiston pochta orqali degan. Keyin qaytadan Qoraqalpog'iston Respublikasini tanlaymiz. Qaytadan tanlang deydi. Nukusni tanlaymiz. Qaytadan tanlang. Nukusni tanladik. Endi keyingisini bosатын bo'lamiz. To'g'rilab bo'lgandan keyin shunday bo'lib suratni chiqa bosaydi. Keyin shu yerga qo'ng'isni qo'ying deydi. Qo'ng'isni qo'ygandan keyin agar siz bazada bar bo'lsangiz, sizin pravangiz chiqa keladi. Agar bazada yo'q bo'lsangiz, bu suratlar, bu pravalar chiqmaydi. Buni pravasini ala olmay shashab yurgan jigilarga jiberib qo'ying. Mana bugun o'z qo'lina pravasini olgan inson o'z oyog'imen qasma kelib turibdi. Bir aynada qancha vaqt yurding konkretni? 3 kun. 3 kun yurdingmi bir aynada? Janing sog' bo'lsin. Rahmat. Yigitlar, ko'rdingiz, bir aynada 3 kundan beri әуері болып жүрген insonlarni ko'rib, bir aynaga bardik, bir aynaga barsak, birev aytib turibdi, bir-biriмен qirilib жатыр, ешкім тыңлап отқан жоқ. Емізулі балам бар дейді, біреу анам ауру дейді, біреу студентпен дейді, біреу безавет жүріппен дейді. Нөкістің тұрғыны болсаңыз да тек қана нөкістің бір айнасынан алу шарт емес. Мен атын атап өткен районлардан да праваңызды алсаңыз болады. Яғни айтқан кезде Бүйреней, Маңғыт, Қоңырат, Шымбай районларына барың, өшіртілер азғантай. Сол жақ бетте ертелі праваңыз қолыңызға тигізіп, машина айдау мүмкіндігіңіз бар. Бұл видео пайдалы болған болса, жұрағыңызға бөлісіп, kanalga жазылып кетуді ұмытпаң. Әмеге рахмет.